Қазақстандық видео-контенттің жыл санап жоғары деңгейге көтерілуі үлкен қуантарлық жайт. Осы орайда өткен аптада видеобайға атты үлкен көлемді шара өтті. Аталмыш шараға шетелдің белгілі YouTube блогерлері Стас Давыдов пен Макс Голополосов видеоблогтың трендтері мен қазақстандық YouTube контенттің сапасы бойынша баспасөз конференциясын өткізді. Сұхбат барысында блогер тележүргізуші Стас Давыдов YouTube каналды барынша жетілдіру үшін үлкен нарық қажет екенін айтты. Әдеттегідей тек нарық жетіспейді. Латвияда латыш тілінде сөйлейтін YouTube блогерлер баршылық, алайда проблема неде деп ойлайсыздар? Латыш тілінде шамамен 2 миллион адам сөйлейді. Бұл шектелген аудитория. Шыны керек, осының барлығы аудиторияның аз болуына әкеледі. Сонымен қатар, Стас көптеген ашылып жатқан каналдың тек коммерциялық мақсатты көздейтіні жағдайды біраз өзгертетінін атап өтті. Адамдар соңғы кездері мен канал жасаймын және ол менің достарыма қызық болады деген оймен ашпайды. Көп жағдайда осы канал арқылы ақша табамыз, атаққа ие боламыз деген мақсатты жұмыстарын бастайды. Ал ол әрине контентті біраз өзгертеді. Давыдов болса оны былай түсіндірді. Мен 8 жыл бойы орыс тілді YouTube-тың өзгерісін бақылап келем. Бүгінгі күнді бірнеше жылмен салыстырсақ, әрине платформа қатты коммерцияланған. Бұны жақсы немесе жаман деп айта алмаймын. Яғни солай болуы керек болды. Кез келген іс үлкейген сайын уақыт өте келе коммерциялық жолды басады. Ал ресейлік видеоблогер Макс Голополосов аталмыш шараға биыл 2-ші жыл қатарынан қатысуда, және оның вайнерлерге айтар кеңесі де бар. Бүгінгі күні вайнерлер YouTube каналға қарай бет бұруда. Әрине бұл жақсы, алайда вайнерлер негізгі ісін тастағанын қаламаймын. Көптеген қазақстандық вайнерлердің жасап жатқан жұмысы маған қатты ұнайды. Қазақстандық вайнерлердің жасаған туындыларына көңіл толатын Макс кей кездері олардың жүктеген видеоларын көріп қалатынын да жасырмады. Өз басым қатты тереңге үңілмеймін. Көптеген қызықты видеоларды, мыналар жақсы түсірген екен деп іштей ғана ойымды білдірем. Сондай-ақ Қазақстаннан көптеген қызықты видеоларды көрем. Айта кетейік, видеобайға шарасының алғашқы кезеңінің жеңімпаздары анықталды. Салтанатты шара Қазақстандағы видео платформалардың ресми серіктестері YouTube және Genesis Studio'ның қолдауымен өтті.